بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله درس başlayımız الدرس الثاني من كتاب الأسباب الخشوع في الصلاة للشيخ يوسف خطر حفظه الله تعالى кітабымыздың аты алдындағы айтып өткеніміздей екінші дәрісіміз намаздағы Алла тағаладан қорқу сезімін пайда ететін себептер атты шейхіміз Юсуф Хаттар ұстаздың хабизакуллах кітабын жалғастырамыз. الدرس الثاني تاريخ مشروعية الصلاة намаздың шариғатта бекітілу тарихы уақыты деген мағынаны білдіреді. الصلاة من العبادة القديمة في مشروعيتها намаз өзінің шариғатта бекітілуінде ilgergi ғибадаттардан болып есептелінеді. فقد قال الله تعالى على لسان سيدنا إسماعيل فقد قال الله تعالى على لسان سيدنا إسماعيل عليه السلام өйткені Алла тағала Исмаил алейхиссаламға пайғамбарымыз Исмаил алейхиссаламға бұлай деп айтты. استعيذ بالله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ол Исмаил алейхиссалам істейтін еді өзінің отбасын және де ел жұртының барлығын намаз оқуға және де зекет беруге егер шамасы жететін болса бұйыратын еді дейді. وكان عند ربه مرضيا және де Исмаил алейхиссаламның Раббысының құзырындағы дәрежесі ол Алла тағаланың разылығына бөленген жан еді дейді. فقد عرفتها الحنيفية التي بعث بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام оны ханифтік дін оны білет дейді. яғни бұл дегеніміз فقد عرفتها الحنيفية ханифтік дін оны біледі. التي بعث بها сондай ол ханифтік дін арқылы жіберілген التي بعث بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام сондай ханифтік дін арқылы елші болып жіберілген Ибрахим пайғамбар, ханифтік дін оны біледі дейді. яғни бұл дегеніміз ханифтік дін дегеніміз яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шариғаты, яғни Құран кәрім нәзіл болып адамдарға түспестен бұрын пайғамбарлардың ұстанған діні ол ханифтік дін деп аталады. Ханифтік дін дегеніміз ол Аллах тағаланы бір деп, оған ешқандай бір серік қоспай, Аллах тағалаға құлшылық жасаған адамдардың діндері ол ханифтік дін деп аталады. яғни Құран кәрім нәзіл болмастан алдыңғы дін ол ханифтік таза дін болып табылады. және де ол ханифтік деп жаңағы көптеген Құран кәрімнің көптеген бөліктерінде мекендерде келген. Ибрахима ханифа деп басқа да аяттарда келген. وعرفها أتباع سيدنا موسى عليه السلام және де олдың намаздың шариғатта бекітілген дүние екендігін Муса алейхиссаламның артынан ерген иман келтірген адамдар да оны білген. яғни Муса алейхиссаламның артынан ерген адамдар да намаздың дінде жалпы бар екендігін білген. وقال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام استعيذ بالله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Аллах тағала Иса алейхиссаламға, пайғамбарымызға не дейді? Былай деп айтады. яғни қиссада وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. бұның мағынасы маған өсиет етті, яғни парыз етті намазбенен және де зекетпенен. ما دمت حيا. қашанда мен тірі болатын болсам, яғни мен өлгенге дейін намазбенен зекетті маған парыз етті деген мағына. бұның асылына келіп тоқталатын болсақ, аяттың басы وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Мариям анамыз радиаллаху анха ол не істейді? Жаңағы өзінің қауымына осындай бесіктегі бала сөйлеп жатыр. Ол анық пайғамбар деп өзінің қауымына түсіндіріп жатқан кезде Алла тағаланың қалауыменен бесікте жатқан Иса алейхиссалам пайғамбарымыз не істейді? Тілге келіп былай деп айтатын болған, иә? Былай деп айтқан: "Уажалани мубарақан айнама кунту". Мен қайда жүрсем де мені Аллах тағала мубарак қылды, яғни берекеледі. Және де уаусани не істеді? Және де маған парыз етті намаз оқуды, және де зекет беруді маған парыз етті. Қашанға дейін? Мадумту хайя. Мен қашанда тірі болатын болсам, өлгенімге дейін намаз оқу менен және де зекет беруді маған парыз етті дейді. Яғни бұл намаздың исламнан, яғни жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран кәрім нәзіл болмастан бұрын да намаздың жалпы шариғатта бекітілген дүние екендігіне дәлел болады. وعندما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين كل صباح ويصلي كل مساء. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шариғат міндеті жүктелген кезде, пайғамбар болып жіберілген кезде әрбір таңда 2 ракағат намаз оқитын, әрбір кеште 2 ракағат намаз оқитын дейді. Уақил уахумал мақсудатан. Енді уахумал мақсудатан биқаулихи та'ала хитабан ли набийихи саллаллаху алейхи вассалам васаббих бихамди раббика бил ашийи вал ибкар. Енді мынандай бір көзқарастар бар, пікірлер бар ғұламалардың арасында. Расында таң намазын 2 ракағат оқыды, таң намазында 2 ракағат оқыды, және де кешкі уақытта 2 ракағат оқыды дегеннен мақсат Алла тағаланың мына сөзінен мақсат дейді. Васаббих бихамди раббика. Раббыңа тасбих айтып, оны мақтағын бил ашийи вал ибкар. Кеште және де ертелі кеш. Ертелі кештен мақсат, ертелі дегеннен мақсат таң намазында 2 ракағат оқыған намаз. Және де кешкі уақытта 2 ракағат оқыған. Осы аяттан мақсат және де осы пайғамбарымның намаз оқығандығы деп ғұламалардың арасында пікір бар. Ендігі тақырып далилу машруияти салати. Намаздың шариғатта бекітілген екендігіне дәлел. Сабатат машруияту салати би аятин касиратин мин китабиллахи та'ала ва би ахадиса касиратин мин суннати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Намаздың шариғатта бекітілген екендігіне Аллах тағаланың кітабынан болған көптеген аяттар дәлел болады. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен болған көптеген хадистер намаздың жалпы бекітілгендігіне дәлел болады. Фаминал Құр'анил карими қаулуху та'ала. Алла тағаланың кітабынан болған Алла тағаланың аятында не дейді? Фасубханаллахи хина тумсуна ва хина тусбихун ва лахул хамду фис самавати вал арди ва ашия ва хина тузхирун. Бұл аяттың мағынасы Фасубханаллахи, Аллах тағалаға мақтаулар болсын, тасбих болсын. Хина тумсуна, сендер кеш батырған кезде, кеш батырған сайын, ва хина тусбихун, таң атырған сайын. Ва лахул хамду фис самавати вал арди. Және де аспандар менен жерде оған мақтаулар болсын. Ва ашиян ва хина тузхирун. Кеш жетіп, және де тузхирун, түскі уақытта оған мақтаулар болсын дейді. Енді осы аяттың тәфсірінде қала сайидуна буну Аббасин радиаллаху анхума. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы аятты тәфсірлейді. Арада би қаулихи хина тумсуна салат ал-мағриби вал ишаи. Аллах тағаланың хина тусбихун сөзінен мақсат салат ал-мағриб, кештетіп Алла тағалаға бір мақтаулар болсын дегеннен мақсат ақшам намазы менен құптан намазы көзделген дейді, мақсат етілген. Ва хина тусбихун салат ас-субхи. Ал жаңағы таң атырған кезде Алла тағала мақтаулар болсын дегеннен мақсат салат ас-субхи, яғни таң намазы дейді. Ва ашиян салат ал-асри, кештетіп дегеннен мақсат екінті намазы дейді. Ва хина тузхируна салат аз-зухри.
түскі уақыттан дегеннен мақсат бесін намазы мақсат етілген дейді. Уа қаулуху тағала, Алла тағаланың осы сөзі намаздың шариғатта бекітілген екендігіне дәлел болады. Тағы дәлел: инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Ниса сүресі. أي محتمة ومؤقتة بأوقات مخصوصة. محتمة деген мағынасы, яғни хатман жазиман, анық бекітілген, ومؤقتة уақытталған, بأوقات مخصوصة арнайы бір уақыттарменен бекітілген екендігіне дәлел болады. Яғни бұның мағынасы китабан мауқута. Аяттың мағынасы расында Аллах тағала, расында намаз ол мұъминдерге арнайы бір уақыттарда парыз болды дегенді білдіреді. Арнайы уақыттар дегеніміз ол 5 уақыт намазды бұл жерде көздейді. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عندما بعثه إلى اليمن. Енді сүннеттен, пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінен намаздың парыз бекітілген екендігіне дәлел. Расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Джабал радиаллаху анху сахабиді Йемен еліне елші етіп жіберген кезде айтқан сөзі дейді: удуукум иля шахадати алла илаха иллаллах ва анна мухаммадан расулуллахи. Оларда Аллах тағаладан ешбір тәңір жоқ, және де оның елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам деп айтуға куәлік беруге оларды шақырған, үгіттеген. Фаинхум атауху лидалик. Енді осы айтылған нәрселерге олар бойсынса, фаалимхум анналлаха қад ифтарада алейхим 5 салаватин кулла яумин ва лайлатин. Аллах тағала оларға күн сайын 5 уақыт намазды парыз еткендігін оларға үйреткен. Ва қаулуху саллаллаху алейхи вассалам лил а'рабiyyi аллази са'алаху амма яджибу алейхи минас салати. Енді пайғамбар саламның Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның бір а'раби кісіге айтқан сөз дейді. А'раби кісі дегеніміз ол не? Жалпы а'раби дегеніміз ол араб кісі, бірақ ол не? Мәдениеттен, жаңағы қаланың тұрмыс тіршілігінен жат болған адамда арабта не дейді? А'раби дейді, яғни бәдәуи деген мағынаны білдіреді. Аллази са'алаху амма яджибу алейхи минас салах. Өзіне намаздан қандай нәрсе уәжіп болғандығы жайлы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі дейді. Хамсу салаватин фил яуми уал лейлати. Пайғамбар саллаллаху оған сөзі 5 уақыт намаз күнде саған парыз деп айтады. Қал ал-а'рабию хал алейя ғайруха. Бұдан басқа парыз болған нәрсе бар ма дегенде, қал саллаллаху алейхи вассалам ла илля ан татауа. Бұдан басқа парыз етілген нәрсе жоқ, тек қана нәпіл құлшылық намаздарды оқысаң болады дейді. Маканатус салати фид-дин. Диндегі намаздың орны. Ас-салату афдалул ибадатил баданияти алал ислақ. Жалпылама айтқан кезде денеменен жасалатын, денеменен жасалатын ғибадаттардың ішіндегі ең абзал ғибадат ол жалпылама намаз ғибадаты болып есептелінеді. Фақад жаа ражулун ясалу набия саллаллаху алейхи вассалам ан афдалил аъмали фақала лаху. Расында бір кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп амалдардың ең абзалы жайында сұраған кезде, фақала лаху алейхиссалату вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған былай деп айтады: ас-салату, ең абзал амал ол намаз дейді. Қал сумма мах. Ол кісі, жаңағы сұраған кісі тағы айтады, сосын намаздан кейін қандай амал ең абзал деген кезде, қала саллаллаху алейхи вассалам сумма ас-салах, тағы да намаз деп жауап береді. Қал сумма мах. Сосын ана кісі тағы да сұрап, намаздан кейінгі ең абзал қандай амал деген кезде, сумма мах. Қал сумма ас-салату. Тағы да намаз деп жауап береді. Саласа марратин, 3 мәрте. Ва қад сабата фи сахихайни. Расында Сахих Бухари мен Муслимде
мынандай хадис бекіді: анна салатайни юаддихимал муслиму адаан салиман такунани каффаратан лима байнахума миназ зунуб. Расында мұсылман кісі бір намазда адаан салиман өз уақытында және де дұрыс орындайтын болса, сол оқылған екі намазы такунани каффаратан, кафарат болып есептелінеді, яғни кешіреді, жояды, лима байнахума миназ зунуб, ол екі намаз арасындағы күнәдан болған нәрселердің барлығын не істейді? Каффаратан, оны кешіреді, оған мукаффир болады. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال, Абу Хурайра радиаллаху анху сахабиден жеткен хадисте, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, пайғамбар Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Енді бұл не нәрсе деген кезде, ол 5 уақыт намаз. يمحو الله بهن الخطايا. Осы 5 уақыт намаз арқылы Аллах тағала адамдардың күнәсін кешіреді. وعن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال, Осман радиаллаху анхудан жеткен хадисте, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, пайғамбар صلى الله عليه وسلم былай дейді: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى. Кім Аллах тағала бұйырғандай дәретті кемел орындайтын болса, فالصلاة المكتوبة كفارة لما بينهن. Парыз етілген намаздар өзінің арасындағы нәрселерге кафарат болады дейді. Яғни өзінің арасындағы күнәларды жояды. كما أن التهاون في الصلاة تأخيرا وتركا من شأنه. Не секілді? كما أن التهاون في الصلاة, расында намазда бір салғырттық жасау не жағынан? تأخيرا, намазды кешіктіріп, ау таркан, немесе намазды бірде оқымай бірде оқып тастап кетіп, немесе кешіктіріп, сондай бір көзқараспен намазға қараған адамға мин шә'нихи, сол адамның жағдайы әй юаддия би сахибихи ин хуа истамарра аля залика илал куфри. Енді сол намазға салғырттықпенен қараған кісінің жағдайы ин хуа истамарра аля залика илал куфри. Енді осы нәрсе истимрар жалғаса беретін болса, ол нәрсе ол кісінің салғырттықпенен жасаған амалдары күфірлікке алып баратын нәрседен болып қалуы мүмкін дейді. Яғни күфірлікке алып бару амалы болып қалуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде не? Яғни күфірлікке бұлай алып бармайды намаздың өзі. Себебі бізде, яғни бұл жердегі мақсат намазға салғырттықпенен кімде-кім сөйтіп кешіктіріп, бір оқып бір оқымай деген сияқты заттарды орындайтын болса, тіпті ол Алла тағаланың шариғатымен бізге бұйырған намазменен бейне бір ойнаған, оны бір дәрежесін түсірген адам іспеттес сол секілді амал болатын болса, ол күфірлікке алып баратын бір амалдардан болып қалуы мүмкін деп бұл жерде муаллиф автор ескерту жасаған. Яғни бұл жердегі мақсат анық бір күфір емес, бірақ күфірлікке алып баруы мүмкін дейді. Уәл-иязу билла, Аллах тағала бізді баршамызды күфірліктен сақтасын. Идан фас-салату хия ал-ғазау ал-аувал лил-имани кама қад алимта. Демек, ол намаз есе иманның бір ең алғашқы асыл бір қорегі болып табылады, өзің байқағандай. Яғни бұл жердегі амалды бізге айтып жатыр. Яғни тек қана иман дегеніміз, бізде матруди ақидасы бойынша әл-иману, бұл иман дегеніміз тілменен бекітіп, ән-нутқу би-шахадатайни ва тасдиқун бил-қалб, жүрекпен бекіту. Яғни тілменен айтып, оны жүрекпенен бекітуді иман деп айтады. Ал амал есе ол иманның бір рүкінінен, бір негізгі тірегінен болып табылмайды. Керісінше оның оны кемелдендіретін амалдардан болып табылады. Бұл жерде
сол секілді нәрселерді тілге тиек айтып өтеді. Өйткені расында кім сол намазға салғырттықпенен қарайтын болса, оның бір жағдайы аса бір мәз емес екендігіне автор солай тілге тиек етіп айтып жатыр. وعن السيدة أم أيمن رضي الله عنها пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы Умму Айман анамыз одан жеткен хадисте анна Расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: ла татруки салата мутааммидан, намазды әдейі тастамағын, тәрк етпегін. Фа иннаху ман тарака салата мутааммидан, себебі кім намазды әдейі тастап кететін болса, фақад бариат минху зимматуллахи ва расулихи, расында ол адамнан, тастап кеткен адамнан Аллах тағаланың және де оның елшісінің несі зиммасы, яғни кепілдікке алуы, өзінің рахметіне алуы сипаты одан жоғалады дейді. Яғни Аллах тағаланың ол адамды кепілдікке алуы жоғалады. Яғни кім намазға намазды орындайтын болса, ол Алла тағаланың кепілдігінде болады демек. Алла тағаланың зиммасында. Соны айтып жатыр бұл жерде. Хикматус сала, намаздағы даналық. Лиссалати хикамун ва асрарун катиратун нулахисуха фима яли. Намаздың көптеген даналықтар менен көптеген сырлары жатыр. Оны бұл жерде астында баяндап өтетін боламыз. Яғни қысқаша баяндап өтетін боламыз дейді. Әуелан айятанаббаха ал-инсану иля хавиyyatihi al-haqiqiyyati. Бірінші намаздың хикметі, адам баласы өзінің шынайы бір болмысына істейді, мән бере бастайды, тәнбих жасайды, яғни бет бұрады. Яғни хия дегеніміз неге қайтады? Хавиyyatihi al-haqiqiyya, негізгі болмысы аннаху абдун мамлукун лиллахи азза ва жал. Ол дегеніміз Аллах тағаланың ол мүлкінде болуы адам баласының ең негізгі болмысы ол дейді. Яғни одан өзге нәрседен шыға алмайды. Яғни одан аттап өте алмайды. Яғни адам баласының несі негізгі асылы барлығымыз Аллах тағаланың неміз, пенделеріміз, Аллах тағаланың мүлкіміз барлығымыз. ثم أن يظل متذكرا لها بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا. сосын أن يظل متذكرا لها, ол істейді, ол жаңағы намаз оқушы адам әрдайым оны есіне алып отырады. Яғни расында мен Алла тағаланың мүлкімін, расында мен Алла тағаланың пендесімін, құлымын деп есіне алып отырады. Бихайсу куллама аншатху машагилуд дуния. Дүние бір тіршілігі, жұмыс, іс, кәсіп, дүниелік істер оны не істеген сайын, яғни одан ол нәрсені есінен шығарған сайын, намаз ол намаз оқушыға өзінің бір болмысын, өзінің Алла тағаланың құлы екендігін есіне салып отырады дейді. وعلاقته بالآخرين هذه الحقيقة. Енді жаңағы намаз оқыған адамның несі, оның құл болуының басқаларменен жаңағы байланысы, ол не дейді? Хадигил хақиқа. Осы бір ақиқат. Яғни бұның мағынасы әрбір адам Аллах тағалаға құлшылық етеді. Осы Алла тағалаға құлшылық етеді, намаз оқиды деген секілді. Енді олардың бір-біріменен байланысы ол не? Убудия, Алла тағалаға құлшылық ету, олардың негізгі мақсаты. Әрбір сол несі өздерінің болмысы Алла тағаланың мүлкінде болу екі жақты да, яғни басқалармен де адам мен адамның бір-біріменен теңдесуі, ол Алла тағаланың бір мәмлүк, яғни мүліктері болуы, олардың Алла тағаланың мүліктері болуы, және де олардың Алла тағаланың құлдар екендігі адам баласын бір-бірімен жақындастырып байланыстырады дейді.
جاءت الصلاة فذكرته من جديد بأنه عبد مملوك لله عز وجل. Намаз келеді, сөйтіп намаз оқушы адамға сен Алла тағаланың мүлкісің деп, Алла тағаланың мүлкіндегі адамсың, Алла тағаланың бір құлысың деп еске салып отырады әрдайым дейді. Сәниян, намаздың екінші бір хикметі, даналығы намаз оқудағы. يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي إلا الله عز وجل. Екінші бір намаздың хикмасы, ондағы бір даналық намаз оқудағы. يستقر في نفس الإنسان. Адам баласында мынандай бір нәрсенің, мынандай бір ойдың истиқрар болуы, яғни орнығуы. Ол қандай ой десе, أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي. Расында бір көмек беруші және де шынайы бір нығмет беруші жан жоқ. Иллаллаху азза ва джалла. Алла тағаладан басқа. Яғни Алла тағаладан өзге адам баласына бір нығмет беретін, оған бір жақсылық ойлайтын, жаңағы оған бір өзінің рахымын төгетін, оған мән беретін ешбір зат жоқ Алладан басқа. وإن كان يرى في الدنيا وسائط وأسبابا كثيرة. Егер ол адам тіпті нені көрсін, осы дүниеде васаит, бір дәнекер болатын заттарды, дәнекер болатын адамдарды да көре берсін, وأسبابا كثيرة, яғни де көптеген бір себеп болатын заттарды көре берсін. Негізгі шынайы бір нығмет беруші, шынайы ол құлға жәрдем беруші ол Алла тағала. وأسبابا كثيرة تبدو. Қандай себептер десе, табду, сырт көзге былай деп көрінеді. في الظاهر أنها هي التي تعين وتنعم. Сырт көзге оның жасаған амалдары оған көмектесіп жатыр, оған бір нығметтерін беріп жатыр деп сырт көзге көріне берсін. Ол негізгі шынайы құлға бір көмектесетін, оған нығмет беруші тек қана Алла тағала дейді. Яғни бұның мағынасы, расында адам баласы бір кәсіпті істеуі мүмкін. Бір кәсіпті істейді, мысалға $1000 айлық алады дейік. Сол адам істеп жатыр, ақшасын тауып жатыр, айлық табысының барлығы жетіп жатыр. Бірақ сол жасап жатқан амалына, сол жасап жатқан вазифасына, яғни ісіне, еңбегіне сүйеніп қалмауы керек, сүйенбеуі керек деп жатыр бұл жерде шейхтің айтып жатқандығы. Немесе бір адамның несі бар, көке жекесі бар, әрдайым оған көмектесіп тұрады, қиыншылықта болмасын, басқа да нәрселерде, қиындықтарда, проблемаларда оған бір көмектеседі, екі көмектеседі, бірақ оған шынайы бір көмектесетін зат ол тек қана Алла тағала дейді. Бұның мағынасы. Қалған нәрселерді былай деп айтады. وَلَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَخَّرَهَا جَمِيعًا لِلْإِنسَانِ. Бірақ та негізгі ақиқат, Аллах тағала ол дәнекер болатын адамдарды, немесе себептерді, жамиан, олардың барлығын, лил-инсани, адам баласына не істеп қойған? Бойсындырып қойған, яғни оларға басқарғызып қойған, оларға бір себеп қылған дейді. فكلما غفل الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة. Ал адам баласы қанша осы нәрселерден ғафыл болған сайын, яғни осы бір нәрселерді бір فكلما غفل الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة. Осы бір себептерді, осы бір дәнекер болатын нәрселерді өзінің ойында бір ойлап қойған сайын, осы нәрселер маған көмектесіп жатыр деген секілді. جاءت الصلاة تذكره بأن المسبب هو الله. Намаз келеді де шынайы бір оған себеп болатын шынайы сол нәрселердің істеушісі Аллах тағала екендігін намаз оған ескертіп отырады. فهو وحده المعين. Аллах тағала ол жалғыз өзі көмек беруші зат. والمنعم, нығмет беруші зат.
уаддарру зиян беруші зат, уаннафиу пайда беруші зат, уалмухйи және де тірілтуші зат, уалмумиту және де өлтіруші зат. Тек қана істеуші ол тек қана Аллах тағала дейді. Яғни ал қалған нәрселер олардың барлығы сол құл үшін, оған құлға жәрдем беру үшін оған басқартқызылып қойған заттар, себептер дейді. Яғни себепке, амалға сүйенбеу керектігін бізге баян етіп жатыр. Бұл нәрсе ең маңызды бір дүниелерден болып табылады. Яғни тасауфтың, сопылықтың несі, шыңы десек те болады. Сәлисан, үшінші намаздың хикма, яғни даналығы, айяттахидал инсану саата таубатин. Намаз оқыған жан, намаз оқып жатқан кезінде тәубе сағатына жолығуы, яғни тәубе ету сағаттың уақытын табуы. Ятубу фиха, ай фи саати таубатин. Яғни тәубе сағатында, сол намаз уақытында ятубу фиха, ятубу фиссала амма якуну қад ихтарафаху минал асами. Ол намазда өзінің жіберген қателіктеріне, өзінің жасап қойған күнәлары үшін тәубе ететін, не істейді? Тәубе етеді ол уақытта дейді. Ол уақытта. Идил инсану му'ридун фи саати яумихи ва лейлихи ликатири минал мааси. Себебі адам баласы күн сайын әрбір күннің, әрбір түннің, әрбір сағаттарында күнә істеп қою мүмкін, күнәләрді істеп қою мүмкін. Әлләти қад яшуру биха ва қад ла яшуру. Қандай күнәлар десе, оны мейлі оны күнә істеп жатқандығын сезсін немесе сезбесін, күнә істеп қоятын адам, ол пенде. Фатакуну салатуху al-mutakarraratu bayna al-hini wal-akhari tathhiran lahu min al-ma'asi wal-awzari. Сосын жаңағы сол намазы есе салатухул мутакаррара, қайталанып отқан намазы байнал хини вал ахар, сол уақытта және де басқа да уақыттарда қайталанып оқылған намаздары жасап қойған сол құлдың күнәларынан тазартып отырады. Вал аузари, сол жүктерден, күнәлардан тазартып отырады. Фаан сайидина Жабир ибн Абдиллахи радиаллаху анху қал, сахаби Жабир ибн Абдиллах, Алла оған разы болсын, одан жеткізген хадисте, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Масалу салавати л-хамси камасали нахрин жарин гамрин аля баби ахадикум яғтасир минху кулла яумин 5 марратин." Бес уақыт намаздың мысалы бейне бір камасали нахрин жарин, бейне бір өзен іспеттес. Қандай өзен десе, жарин ағып тұрушы, ғамрин мол болып, көп мөлшердегі ағып тұрған, тасып тұрған өзен іспеттес дейді намазды, бес уақыт намазда. Қай жерде ағып тұрған десе, аля баби ахадикум, әрқайсыларының есік алдарында мол болып ағып тұрған өзен іспеттес намаз. Яғтасиру минху кулла яумин 5 марратин. Ол жан не істейді? Әр күн сайын 5 мәрте одан жуынып отырады. Яғни хадистің мағынасы, сендердің алдарында, үйлерінің алдарында өзен ағып тұратын болса, және де сол өзенге 5 уақыт намаз, 5 уақыт, әр күн сайын 5 уақыт бір жуынып отыратын болса, ол адамда кір қалады ма деген кезде сахабилер не істейді? Сахабалар жоқ, кір қалмайды я Расулулла деп жауап береді. Міне сол секілді 5 уақыт намазда ол жаңағы не секілді? Өзен іспеттес дейді да. Әрбір 5 уақыт намаз оқығаның сайын сенің күнәлардан аман болуың, күнәлардан пәк болуың, күнәларының бір кешірілуінің ең негізгі себептерінің бірі осы намаз дейді. Уассаллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.